Сәлем. Бүгін біз пирамидалық жолды талқылайтын боламыз. Жалпы бізде екі яғни адамда гирус прецентралис және гирус постцентралис, яғни қыртыс алды және қыртыс артқа бөліктен тұратынын сен жақсы білесің. Гирус прецентралис яғни ол қимылға қатысады, ал гирус постцентралис болса сезуге жауап беретін орталық болып табылады, яғни қыртыс алды және қыртыс арты орталықтарының қызметі. Ал енді пирамидалық жол негізгі қызметі ол біздің санамызға бағынады, біз оны көреміз, естиміз, қимылдатамыз. Ол пирамидалық жол арқылы, яғни санаға бағынатын. Мысалға, күнделікті біздің таңертең тұрып төсегімізді жинауымыз, тісімізді жууымыз, таңертең яғни отырып шай ішуіміз, немесе күнделікті мысалға аяқ киім киетін болсақ, бірінші оң аяқтан бастап кию деген сияқты. Мектепке, сабаққа баратын жолды біз білеміз. Сол жолмен баратын болсақ, яғни сол жатқа санамызға бағынып қалған біздің сақталып қалған жолдарды ол пирамидалық жол арқылы басталады. Яғни ол қимыл қозғалыс, произвольное движение дейді. Яғни санамызға бағынатын іс-әрекеттер болып табылады. Және де пирамидалық жол ол екі нейронды құрылымға ие. Бірінші нейрон үлкен пирамидалық, ол бес клеткалары гирус прецентралиста орналасқан. Екінші нейрон ол 12 жұпты нервтің қозғалтқыш нейрондары жолының алдыңғы мүйіздерінде орналасқан. Және пирамидалық жол үш жолдан тұрады. Біріншісі қыртыстық жол, яғни ядролық жол ортаңғы мидан басталады. Үшінші, төртінші жұп нервке ортаңғы мидағы. Кейін бесінші, алтыншы, жетінші көпір, 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-шы нерв сопақша миға синапс түрінде нервтендіреді. Өсінділері бас, бет, мойын бұлшықеттерін нервтендіреді. Келесі екінші жол латеральды қыртыстық жол, латеральды қыртыстық жолындық жол болып табылады. Жолындық жол сопақша мида қарама-қарсы аймаққа қиылыс жасайды. Солай жолының алдыңғы мүйізіне бүйір канатик арқылы шығады. Ал белгілі дерматомдарды нервтейді. Дерматомдар дегеніміз ол жолынан шыққан 31 жұп нерв бүкіл ағзаға таралады, және де белгілі бір ағзаның бір нерв, яғни белгілі бір аймақты нервтейді. Сол аймақты нервтеген аймақты дерматом деп атаймыз. Үшінші жол алдыңғы қыртыстық жолындық жол деп аталады. Ол алдыңғы канатиктен шығып дерматомдарды нервтейді. Экстрапирамидалық жүйенің құрылысы қысқаша осы. Және де пирамидалық жолдың пирамидалық жолда мысалға егерде сол жағы зақымданатын болса, ол төменге қарай түседі және қиылыс жасайды. Сол себепті егерде сол жақ зақымданатын болса, мидың сол бөлігі, онда біз адамның оң жағы жұмыс істемей қалады. Пирамидалық оң жағы жұмыс істемей қалады. Яғни қарама-қарсы перекрут жасайтындықтан. Мұнда көрсетілген біріншісінде міне үлкен ми қыртыстары, кейін ішкі капсула, ортаңғы ми, көпір, сопақша ми, және де пирамидный путь, уже латеральный корпус спиной, шейный сегмент спинного мозга. 9-шы міне сол жерде майонез төменге түскеннен кейін ол жолынға келген кезде ол қиылыс жасайды. Пирамидалық жол туралы қысқаша түсінік осы. Жалпы назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кеттіңіздер.